Жазушы мен қымызшы. 1960 жылғы көктемнің ақырғы айы. Алматының көк базары осы шаққа лайық бар байлығын жайып тастаған. Жұрт іздегенін табады, қалағанын алады. Сәске түс кезінде бұл базарда бұрын бола бермейтін келісті киінген бір қазақ қымызшыларға қарай беттеді. Әртүрлі шыны ыдыстарын шылдырлатып, қымыз ұсынбақ болған сатушыларға бөгелмей, бұлардың бас жағына барды да, қайта ойысып, әлгінде көзі шалып қалған ұзын бойлы, дөңгелек пұшпақ бөрікті, ақ шалмаған сақал мұртты ажарлы қарияның алдына аялдады. Қымызшы қарт салалы саусағын жая, жалпақ алақанымен торсығын сыртынан сипап, толқытып қояды. Қымыз торсықтың терісі қызғылт сарсақтиян былғары дерсің, жылтырап көрінеді. Шебер пішіп, жібін жасырып, жымын білдірмей тіккен торсық иесіне құйып жіберіңізші деп салмақпен үн қатты қымыз алушы. Қымыз торсығын тағы бір толқытып, сырлы тостағанға сыздықтата құйды. Қою да сұйық та емес, нақ қымыз. Исі ерекше аңқып, ертедегі елдегі қымызды еске түсіргендей. Түсі ақшыл сары, асау да жуас та емес, бабымен ашыған, қоспасыз таза. Сарайды ашып салқындатты. Тағы ішсе де рахатпен сіңіп кететін, қоңыр салқын қыратты жерде жайылған, қайратты шөп жеген биенің үсті. Литрі қанша? 80 тиын. Отағасы торсығымен түгел аламын. Күн сайын қанша келсеңіз, соны біздікіне беріңіз. Осылай тоқтасайық деп, жақты жүзін бір сипап, қымызшыға жүрелік дегенде ишара білдірді. Басқа сатушылар бағы жанған сыбайласына қызғана, алушыға таңдана қарап қалған. Торсығын қос қолдай көтеріп қымызшы, бауыр, сіз 1,5 литр ішеме деп артық айтуға аузым бармап еді. Кейде кемпір әкеледі, ол менен гөрі қымбатшылдау деп күлімсіреп еді ана кісі. 1 сом болсын және өзім қарайласып тұрамын деп асығыс екенін аңғартты. О не дегеніңіз, базар нарқының әртүрлі болатынын айтқаным ғой, әншейін деп, 1 сомды ренішпен айтты ма дегендей ана кісіге қарап еді, оның көзінен шынайы қамқор көңілмен айтып тұрғанын түйді. Ұзын қара зим көше қозғалысының аужайына бағып жылжып келеді. Қымызшы екі тізесімен торсығын түбінен демеп, ыдысының аузын қос қолдап қысып, шашыратып аламын ба деп қысылып мұқият отыр. Қымыз алушы арт жаққа мойнын бұрып, торсығыңыздың терісін кім иледі екен деп тіл қатты. Екеуі базардағы саудадан соң үнсіз еді. Өзім илеуші едім, деді қария қомақтана қозғалып. Өңі ашыла өзгеріп, жаз күнімде жылқы бақтым, бие саудырдым. Ол күндегіні қойшы, дейді саяси сақтық жасап, жайлауға шыға салысымен бие байлаймыз. Желі қазықты бұлақ бойына не көк жасанға, әйтпесе қалың шалғынды жапыра қағамыз. Қымыз алушы құптап жөткірініп қойды. Асау құлын өлген тірілгеніне қарамай, тік шапшып, не бұлқынып өзін жерге дүңк еткізеді. Сол құлындар көз алдыма келсе, әлі күнге жаным ашиды. Біреулері буынып, көзін алартып, біреулері оралып, мойны астына келіп жатқаны. Қымызшы көстемсіп кеттім бе деп, тыңдаушысына сәл кем тігіліп еді, ол ойланып кеткен сияқты. Кенет айта беріңіз деп ықыласпен бас изеді. Қымызшыны алдындағы қиық айнадан көріп келеді. Балуан денелі, ат жақты, ашаң жүзді, ақ жарқын сезімтал адам. Өзінен 4-5 жас үлкен-ау. Нешедесіз? Бурақан болыс айтқандай, малды малға жеткізгенше ғазірейіл жанға да жетеді деп, пайғамбар жасынан астым. Мына мақалдан секем алғандай, алда отырған адамның өңі қуқыл тартып, атыңыз кім деді? Дархан. Моңғол сөзі емес пе екен? Бұлар аталарымыз ана тоқта барлық тауында әріде жаугершілік жасап, жортуылда жылқы алысып, беріде ауыл аралас, қой қоралас қалмақпен қоңсы отырса керек. Тері илеуді доржы деген қалмақтан үйреніп едім, деп алғашқы сауалға жауабын толықтыра түсті. Қайыс илеуге қалмақ тым ұста. Өгіз бен түйе терісінде матадай жұмсақ қыпта, қаңғылтырдай қатты сірі қыпта илеуші еді доржы. Қалмақтың бұғы терісінен өрген жіңішке жанарқаны жібектей сусылдап, асауға шалма тастағанда жазылып барып, қыл мойынға қапысыз түсуші еді-ау шіркін. Қымызшы тағы
Қызып кеттім бе деп қысыл кілт басылды. Қара Азим төрт қатар ағаш егілген саялы көшеге бұрылғанда Алатау анадай жерден ап-айқын көрініп, қымызшы томағасын алған бүркіттей тауға тесіле қарады. Арасын ағаш бөлген таспадай тартылған екі жолдың оң жағымен Қара Азим өрге қарай жүрісін өзгертіп, екпіндете жөнелгендей болды. Соның арасынша тоқтап та үлгеріпті. Маңайы тып-тыныш, қос қабатты үйдің алдына келіпті. Торсығын қолтығына таман жоғары көтеріп, есіктен екі бүктеліп шығылмай жатқан қарттың қымыз торсығын «Аға, маған беріңіз» деп шопыр жігіт тез алып, екеуінен бұрын жіті басып қақпа ашты. Аула ішіне кірген соң мешіт терезелі, ою-өрнегі көзге таныс сықылды. Қора жайға түбінен төбесіне дейін бір қарап, Дәкең торсығы кеткен жаққа бұрылмақ болғанда, үй иесі «Былай жүрейік» деп түйетайлы ойқылға қарай өзі аздап алға шықты. Етегі дөңгелек қалпағынан еңкейте кимесе де борыл бұйра шашы бұрқырап көрінеді. Жасында иықты жігіт болғандай. Қазір жоны дөңестеніп, оны білдірмей тұр. Үй иесі есік ашып, «Кәне кіріңіз» деп құрмет көрсетті. Алдымен кірген Дәкең кең бөлменің қай жағына беттерін білмей бөгеліп қалды. «Төрге шығыңыз» деп үй иесі ұзын жайылған дастархан столдың ар жағындағы орындықты екі алақанын жая нұсқады. Өзі қалпағын алып қарсы отырды. Денесіне сай баста біткен екен. Маңдайы осындай кең, қасқа болмаса, мына бастың бәрі құйқа боп кетпей ме? Шашы түспей тұрып та келісті кең маңдайлы болғаны терісінен белгі беріп, табы сақталған. Қазірде бастың шашы бар жері жетіп жатқандай. Үй иесіне қадала қарап қалған Дәкең айтпақшы өз атың кім еді деп жөн сұрады. Мұхтар. Шай үстінде Дәкең көсіле сөйлеп, Мұқан күлімсіреп көп тыңдады. Әңгіме бір ауық қымыз жайына ауысты. Қазақ ақ сатқанды жаман ырымға санайды. Әйтеуір қарап жатпас үшін кәсіп қып жүрмін. Және өзім қымыз құмар адаммын деп Дәкең Мұхаңмен сауда достық қана жасамай, аралас ағайын болғысы келетінін аңдатты. Осы өз меншік үйің бе әлде үкіметтік ме деп сауал қойды қонақ. Бағана бір әзірде үй ме кеңсе ме деп жаздағанын іштей терістеп, өз қаражатыммен салдыртып едім, деді Мұхаң. Меншік деген сөз құлағына қолайсыз естіліп, тірлікте осындай үйде отырғанға не жетсін деп Дәкең терезе жаққа көз тастады. Алатау тағы да көз алдына тұра қалды. Сай-сала жыра жылғасына дейін көрініп тұр. Қарағайының қай жерден басталып, қанша өрлеп барып тоқтағаны, одан арғы жалаң қарлы шаң бәрі дүрбімен қарағандай ап-айқын. Қайтпақ ыңғай білдіріп, қозғалақтаған қымызшыға Мұхаң, тамақ ішіп кетіңіз, ана бөлмеге отырайық деп, төрт қабырғасы түгел иін сүйескен кітапқа толы бөлмеге бастап кірді. Дарханның екі көзі қаптаған кітапта. Мұхаң, туған жеріңіз қай жақ деп қымызшыны қозғап жіберді. Мына үш арал маңы, Алакөл айналасында туып өсіп, көшіп қоныппыз деп, Дархан қолын албаты сермей салды. Менің туған жерім Абай ауданы. Жылай-жылай өлгенде арттағыға сөз қалсын деген Абайдың қазаққа айтпаған ақылы жоқ қой деп өзі жөн айтып кетті. Мұхаң жымиып қойды. Дәкең біресе сансыз кітапқа, біресе алдында тұрған тас мүсін қара бүркітке қарап, осы кітаптың бәрін өзің оқып шықтың ба деп тосын сұрағын қойды. Мұхаң шынында да арасында оқылмағаны бар шығар деген күдікті оймен бір сәтке сөредегі кітаптарды шапшаң шолып өтті. Оқыдым, деді сабырлы үнмен. Осынша кітапты оқуға ғұмыр жете ме? Ғұмырды арнадық қой, деді Мұхаң терең дем алып. Екеуі кітап сөресінен көз алмай сөйлесіп отыр. Мен оқымаған адаммын, кітап сөзін жақсы көремін, балаларға оқытып тыңдаймын. Дархан бүркіт мүсінін сипап, түз бүркіт-ау деп баға беріп, өз-өзінен күбірледі. Мұхаң, бүркіт салған шығарсыз, бүркіт жайлы білмеймін, бірақ бала күнімнен аңкөс болдым. Қырғауыл мен қара құрға тұзақ құрып ұстаушы едік. Қақпан салып, қоңыр аң, түлкі, қасқыр алған кезіміз болды, деп Дархан үй иесінің өзіне бірдеңе айтпақ сыңайын сезіп тоқтады. Бүркіт салған қызыққа батып алады, қақпан салған үйінде жатып алады дегендей, қақпаншымын деңіз, деп қызықтап қалған Мұхаңа қақпаншы.
Қақпанды қай қарық болғаннан салады. Қақпанын арқалап тау-тасты жаяу кезген кедейді келемеш еткен ғой деп кедейшіл көрінгісі келді. Қонағының көңіліне кеп қалды ма дегендей, бұрынғылар әзіл үшін айтқан сөз емес пе дәке деп Мұқаң Алакөл өңіріндегі ақын, әнші, ертеде өткен домбырашылар туралы сұрап еді. Дархан ақын әсетті, әнші арапты, күйші Қайрақбайды көрдім. Адамзатта туа береді екен ғой бұлардай адам деп таңданып, Мұқаң естімеген небір соны әңгімеге жүзе жөнелді. Ақын арап Сәмет төремен тұстас. Төре оны құрмет тұтып, әзілдесіп, өлең хаттар жазысқан. Арап ақын бірде Сәмет төренің ордасына қонаққа келсе, төре үйде жоқ екен. Төренің ханымы салқын күтіп аттандырса керек ақынды. Астам көңіл арап атын мама ағашқа байлатпай, үйдің белбеуіне байлатады. Білем, мұны ханым шам көріп, арапқа шайпау мінез көрсеткен деседі. Арап ертеңіне аттанарда Сәметке хат жазып кетіпті. Мұқаңның ден қойып тыңдағанына шабыттанып, араптың Сәметке жазған өлеңінен бір-екі аузын есіне түсіріп, ежелден әйел заттың көкайылын білушем еркек сөйлеп жеңбей тұғын. Жолдағы төлеңгітке қона салмай, таптымау мінезімнен өрлей тұғын деп тоқтады дәкең. Мұқаң жазып алайын деп бір оқталды да өлеңді ойына сақтап қалды. Бұдан кейін арапқа жазған Сәмет төренің де өлеңі бар. Араптың руы тоқпақ, ұраны Қасабай батыр. Келіпсің анадайдан андағайлап, атыңды ағаш тұрып үйге байлап. Қашаннан атамұра тоқпақ салтың, шапса да қойға қасқыр қасабайлап. Мұқаң құлай тыңдап, Дарханның әңгімесін жиі құптап, жарыса ойланып, қарсы алдындағы қарапайым адамға таңдана қарайды. Абай ауылының әр шалына қалам берсе, бір роман жазып тастар еді деген бір жақсы әзілді мына қымызшыда шыңға шығарып отыр. Осылар оқыса, осы жолда еңбек етсе ғой, бұлар шын талант. Қымызды көк базардағы орнынан шопыр алып тұратын болды. Мұқаң мөлшерімен бір ай алып тұратын қымызға ақша ұсынып, үйден екеуі ескі достарша әңгімелесіп шыға бере тоқтады. Дархан, Мұхтаржан, пәмилең кім? Деп қалды өзімсіген адамына. Сен деп те, сіз деп те атамай сыпайы сөз табатын әдетімен. Әуезов, Сәбит Мұқан, Мұхтар Әуез деп Дархан Мұқаңды қапсыра құшақтай алғысы кеп, онысын тез терістеп, жайған қолын жылдам түсіріп, Мұқаңның оң қолын қос алақанымен аялай ұстап, өз көкірегіне емірене басып, көзін тас жұмып тұрып қалды да: «Я Құдай, біреуге Қызыр пайғамбар кездесіпті десе, қандай нанбас едік» деп жасауранған көзін ашып, сенер-сенбес Мұқаңға қарады. Мұқаң мұның көзіне мұнартып тұлғаланып кетті. Қазір ғайып боп кетердей бір құпия құбылыста тұрғандай алдындағы алып адам. «Автобусыңыз жүретін жерге шопыр апарып салады, ал жақсы» деп Мұқаң да қимай қарап қалған. «Мұхтаржан, қонақ бол, тай соямын, ауыл Ақсеңгірде» деді Дархан қария бір түрлі төмендеп шөгіп кеткендей. Мұқаң ақ көңіл Дарханның қатты тебіреніп толқығанын аялап, оны аға тұтып, «Бұйырса барамын, жеңгемізге сәлем айтыңыз, өзіңізді арнайы шақырып әңгімелесеміз, аман болыңыз, қарайласып тұрамын» деп Мұқаң қақпа алдынан қайтты. Көк базардағы автобус аялдамасына апарып салған шопыр жігіт Дарханның торсығына қоса тағы бір заттарды, сыртында піл суреті бар қалбырдағы шай мен қораптағы қымбатты кәмпитті ұсынды. Ойпыр-ай, қандай данышпан адам, қандай сырбаз. Ыдысын құр қайтармайтын қазақ жөнінде қалай біледі. Әйелім екен, өзім екен деп өң мен түстей күй кешіп, қайда барарын, қайда отырғанын аңдамай Дархан қария қайтып бара жатты.